Әйелдерге қатысты 23-ші хадис. Жасанды шаш, парик. Мағынасы Хазіреті Абу Бәкірдің қызы Асманың айтуынша, бір әйел кісі пайғамбарымызға келіп, «Уа Аллахтың елшісі, менің жаңа түскен келінім бар. Қызылша ауруына шалдығып, шаштары төгіліп түсіп қалды. Сол шаштарын жалғайын ба?» деп сұрады. Оған Хазіреті пайғамбар, «Шаш жалғағанға да, жалғатқанға да Аллах тағала лағнет етсін» деп жауап берді. Хадиске түсініктеме. Әйелдің шаш жалғауы жайлы әртүрлі көзқарастар айтылған. Сондықтан ғалымдар бұл мәселеге тартысып келген. Имам Малик пен көптеген ғалымдар шаш жалғауға қарсы болған. Ал Ханафи мен Шафиғи көзқарасы бойынша әйел күйеуінің рұқсатымен шаш жалғауына болады деген. Шаш жалғаудың арам болуының себебі жаман әйелдерге ұқсағандығы үшін әрі Аллахтың жаратқан пішініне өзгеріс енгізгені үшін әйел күйеуіне әдемі көріну мақсатымен қыл жұлса да оның ешқандай әдестігі жоқ. Өйткені Хазіреті Айшадан бұл жайлы сұралғанда былай деп жауап берген: туылғаннан бар қылды жұлуға болмайды, кейіннен шыққан қылды жұлуға болады. Бірақ күйеуіне әдемі көріну мақсатымен жұлынған қылдың ешқандай әбестігі жоқ. Мұсылманның Аллах тағаланың жаратқан пішінін ұнатпай өзгертуі арам болып есептеледі. Мұсылман еместерге ұқсауы дәл солай. Хазіреті пайғамбар яхуди мен христиандарға ұқсамаңдар деп үмбетін оларға ұқсауына тыйым салған. Бұл жайттың өте маңызды екенін мына төмендегі хадистерден аңғаруымызға болады. Кімде-кім қауымға ұқсаса да, ол солардан болып есептеледі. Бізден еместерге ұқсағандар, әлде ұқсағысы келгендер бізден емес. Мұсылман иманның берген байлығын өз бойында сақтап, қорғай білуі қажет. Мұсылман өзге адамдардан абзал, яғни мұсылманның орны ерекше. Сондықтан өзінен дәрежесі төмендерге еліктеп, оларға қызығуға жол бермеу керек. Егерде ол мұсылман бола тұра өзгелерге еліктеп қызығушылықтарын танытар болса, ислами тұлғалық қасиетінен айырылады. Өйткені әл-жуас әрі тұлғалық қасиеті нашар адамдар ғана еліктеуге бейім келеді. Ислами тұлғасын толық қалыптастырғандар өмірдегі кез келген қиыншылыққа мойымай төтеп бере алады. Өзгелердің сыны мен мазағына бой алдырмайды.